Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге ego порталы арқылы және еңбек кезетке жұмыссыз ретінде қалай тіркелеміз, соны егжей-тегжейлі түсіндіретін боламын. Екі нұсқасы бар. Сіздер жұмыссыз ретінде тіркелу үшін ego порталы арқылы тіркелсеңіздер де болады, немесе еңбек кезет порталына тіркелсеңіздер болады. Еңбек кезет порталына сіздер өздеріңіз жеке ЭЦП кілттеріңізбен тіркеліп кіретін боласыздар, регистрация жасап. Оның ішіне менің кабинетім деген бөлікке өтеміз. Бұның ішінен түйіндемелер мұрағаты. Одан соң мемлекеттік қызметтер деген бөлік бар. Осы жерде жұмыс іздеп жүрген адаммен жұмыссыз ретінде тіркелу деген бөлік бар. Осы жұмыссыз ретінде тіркелу деген бөлікке өтіп, біз бірінші қадамды жасаймыз. Бірінші қадам жұмыс іздеуші. Жұмыс іздеуші дегенге өтінімді қосу дегенді басамыз. Өзіміздің ЭЦП кілтімізбен қол қоямыз. ЭЦП кілтімізбен қол қойып, біз күтетін боламыз. Окей деген батырманы басамыз. Эрса батырмасымен қол қоятын боламыз. Күтеміз кішкене. Мінеки екінші бөлікке өттік біз бұл жерде. Автоматты түрде мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алынған мәліметтер. Барлық мәліметтер тұрады. ЖСН, мекен-жайыңыз. Егер қандас мәртебеңіз болса, қандас деп шығатын болады. Егер де сіздер жеке кәсіпкер болсаңыздар, тіркеле алмайсыздар жұмыссыз ретінде. Жұмыссыз ретінде сіздер 3 күннің ішінде жұмыссыз деген статус шығады. Бірінші жаңағы мәліметтердің барлығы сәйкесеңіз, жұмыс іздеп жүрген адам болып тіркелесіз. Одан соң 3 жұмыс күнінде сіздерге жұмыс ұсынбаған жағдайда жұмыссыз ретінде жұмыссыз деген статусты ала аласыздар. Бұл статусты алғаннан кейін сіздер қайтарымсыз грантқа, яғни 400 МРП 1.380.000 теңге алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Келесі түрін көрсетейін. Келесі түрі бұл ego порталы арқылы жүзеге асады. Жұмыссыз ретінде ego-пен де тіркелуге болады. Көпшілігі осы еңбек кезеттің тілін түсінбей жатады. Сол себептен қарапайым тілмен ego-пен де көрсетіп өтейін. Ego-та әлеуметтік қамтамасыз ету деген бөлікке өтеміз. Бұл жерде жұмыссыздарға, ауыл тұрғындарына және еңбек жағдайларына жұмыс істейтін тұлғаларға көмек деген бөлік бар. Үшінші бөлік. Мұның ішінде жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу деген батырманы басамыз. Онлайн сұрау. Өтінемін, күтіңіз. Мінеки, барлық мәліметтер тұрады. Бұл жерде де дәл солай 4 қадамды орындайтын боламыз. Электронный почтамызды жазамыз. Қай жұмыспен қамту орталығын таңдайсыздар, өздеріңізге тиесілі. Галочканы ұрып, бұдан әрі деген бөлікке өтеміз. Екінші қадамға өттіге. Бұл жерде білімі туралы ақпарат дейді. Білімі туралы қосу деген мәліметті басып, таңдау дейміз. Бұл жерден өзіміздің мамандығымызды таңдап шығатын боламыз. Өзімізге тиесілі мамандықты таңдаймыз. Осы жерден өзіңізге қажетті мәліметтерді таңдап, запрос жіберетін боласыздар. Мен мысал ретінде көрсетіп отырмын барлығын.
пошташылар деген, курьерлерден басқа деген бөлікті таңдап отырмын. Мінекей сақтау. Осылай сіз мамандығыңызды, оқу орнының толық атауын, оқу орнының түрін, білімі жайында қосымша мәліметтеріңіз болса, барлығын түскен кезі оқуға, бітірген кезі барлығын осылай галочка ұрып сақтау деген батырманы басып, келесі қадамға өтіп запрос тастайтын боласыздар. Өте ыңғайлы. Осы екі порталмен де жұмыс жасау сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Менің тарапымнан сіздерге көмек қажет болса, жұмыссыз ретінде тіркеле алмай жатсаңыздар, мен описание бөліміне өзімнің мәліметтерімді, жеке мәліметтерімді қалдырып кететін боламын. Менде осы қызметтер көрсетіледі. Бұдан басқа да қайтарымсыз гранттар бар, бизнес-план әзірлеу керек, қайтарымсыз грантқа сертификат оқу керек, қалай тіркелу керек, консультация, сопровождение қажет болса, маған жүгінсеңіздер болады. Сонымен қатар жеңілдетілген 2,5% кредит бар. Ауыл аманаты, жастарға арналған жастар желісі деген программа бар. Және де кепілсіз несиелер бар. Барлық мемлекеттік бағдарламалар бойынша берілетін жеңілдіктер бойынша мен осы өзімнің YouTube каналымда түсіндіретін боламын. Өзім кәсіпкерлік саласында 7 жыл жұмыс жасағанмын. Өзімнің тәжірибесімен бөлісемін деген ойдамын. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Пайдалы ақпараттармен ұдайы тегін бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар.